Қайырлы күн, құрметті Сертин форум YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біздің арнамыздың мейманы, психология ғылымдарының докторы, өзі тамаша психолог, қазақтың көне дәстүрін ұмытылып бара жатқан кимешек деген осы киімді дәріптеп жүрген, қайтсем қазаққа қызмет етем деп жүрген батыр қыздарыңыз Ләззат Мырзаш. Ләззат, бүгін біздің студиямызға қош келдіңіз, уақытыңызды қиып. Жалпы сіз діндар деп қабылдасақ бола ма, айтсақ әлде артық па? Діндар деп... Бес уақыт намазыңыз түгел, үнемі айтуға да болады. Кимешектесіз. Жалпы сіз Құдаймен қалай байланыстасыз? Енді Құдаймен байланыс, жаңа Санжар ағайды ұстазым десе де болады ғой, ол кісі бізге жиі айтушы еді. Түркияда, Кайсериде Құдаймен адамның байланысы ол өте интимді нәрсе. Ол бір жаңағындай, мысалы, күйеуіңмен қарым-қатынас сияқты, ол бір Аллаға деген махаббат, Алланың жамалына деген, дидарына деген, сондықтан құлшылық байланыс бір интимді, сакралды, сондай бір құпия нәрсе. Оны көрінген жерде айқайлап, мен осындай намаз оқимын, мен осылай құлшылық жасаймын деп айтуға болмайды деп ол кісі ескертетін. Дегенмен де енді қаншама оқырман қарайды, жастар, басқа кісілерге үлгі болсын, сабақ болсын деген мақсатта айтатын болсақ, Құдаймен адам 24 сағат байланыста болу керек қой. Үнемі әр сөзіңді айтып отқанның өзінде сол сөзді аузыңа салып отырған Құдайдың өзі екенін сезіп отыруың керек қой. Яғни Алла қаламаса, қазір жаңағы айтады ғой, талдан түскен бір жапырақтың өзі Алланың қалауымен дейді, Бақара сүресінде. Бәр нәрсе сол Алланың бақылауында екенін білген өз тақуалықтың белгісі дейді дінімізде. Сол? Жалпы сіз, менің білуімше, Қырғызстанда оқыдыңыз, ол жақта аспирантураны қорғадыңыз. Магистратура. Одан кейін Измирде, Түркияде, Кайсериде неше жыл оқыдыңыз? 5 жыл. Бас-аяғы 5 жыл. Жалпы сіз өзіңіздің ғылымнан іздеген махаббатыңызды таба алдыңыз ба? Сонша жыл өміріңізді ғылымға бердіңіз. Қазір есептеп қарасам 12 жылдан асыпты. Осы оқу бакалавры бар, магистратура бар, докторантура бар. 12 жылдан асып кетті. Мен ғылымнан іздеген нәрсенің бәрін толық таптым демесем де таптым. Өміріме керек көптеген сабақты, тәжірибені, махаббатты, сүйіспеншілікті әлі де алып жатырмын. Қырғызстанда өзіндік бір тарих 3 жыл магистратура оқыған кезде, ол жақта біз орыс тілінде оқыдық, ол жақтың ұстаздары, ол жақтың мәдениеті, басқа ұлттың, қырғыз ғана емес, жақта кәріс ұстаздарымыз болды. Олардың ғылыми дәрежелері, олардың ғылыми жаңағы талғамдары, әрбір айтқан жаңағы берген дәрістері әлі күнге дейін мен оны өзімнің жаңағы сессиямда, өзімнің өткізетін жаңағы студенттермен кездесуде ол нәрсені мен қолданамын. Яғни Қырғызстанның өзінде 3 жыл оқығаным, кейбіреулер енді бауырмал ел болғаннан кейін, жанымызда тұрған көршілес ел болғаннан кейін жаңа ауылдастың ауыз сасық дейді, мен сенбей қарауы да мүмкін да. Қасымызда тұр ғой, бір шетел дейтін, шетел емес, Гарвард емес, Оксфорд емес деп қараса да, бірақ ол жақтың өзінде өте үлкен терең, мен 3 жылдық білім алдым деп айта аламын. Тіпті бакалаврде, Тараздағы ұстаздардың ренжімесін 4 жыл бакалаврде алмаған нәрселерді магистратурада 3 жылда мен ала алдым деп айта аламын. Жалпы осы сіз өзіңізді психолог ретінде қазір сізге елдер жазылады, кеңес беріп жатасыз. Жалпы елдердің көптеген психологиялық ахуалдарына әсер ете аласыз. Сол алған ғылымыңыз өзіңіздің де басыңыздан талай нәрсе өтті, соны әсер ете алды ма? Әрине, Былайша адамның өзінің дұғасы өзіне жүрмейді дейді ғой, ал психологияда қалай? Дұрыс айтасыз, мысалға стоматолог дәрігер, тіс дәрігерге өз тіс ауырса өзіне ота жасап, өзіне хирургиялық бір іс-әрекеттер жасай алмайды ғой, өйткені ол мүмкін емес та. Сол сияқты да адам өз жанын, өзін емдеуі, ол ішінде бір уақыт, бір шеберлік керек, бір тәжірибе керек. Менің де соған өзімнің психологым бар, оны ұялмай айта аламын. Әр психологтың негізі өз психологы бар. Егер болмаса, ол дұрыс емес. Өйткені психологиялық жұмыс өте ең бір ауыр жұмыстардың бірі, өткен сен адам жанымен, тағдырымен жұмыс жасайсың. Сен өз тағдырыңды, өзіңнің балдарының тағдырынан қоса туысқандарың бар жауапкершілік, одан бөлек басқа адамдардың тағдырына, өміріне жауапкершілік арқалайсың. Сондықтан ол күрделі жұмыс болғаннан кейін психологтардың да өзінің психологтары болады. Осы орайда менде 2 психолог болды. Түркияда жүргенінде бір жасы үлкен психолог мама болды, өте керемет апай. Бірақ оған қарағанда кейінгі осы жарты жыл бойы жұмыс жасап келе жатқан психологым маған жақсы әсер етті. Өте сауатты, білімді психолог.
сол психолог мен өзім керек уақыттар сессия алып жұмыс жүргізіп тұрамын. Яғни, әрине ол үнемі тек қана психологтың көмегі емес, діндарлық дегендей адамның Құдаймен байланысы да адамға әсер етеді, көмектеседі. Өзінің жаңағыдай белгілі бір ситуациялардан, қиыншылықтардан, тағдырындағы бір тосқауылдардан шығуына ішкі сенімі, Құдайға деген сенімі алып шығуы мүмкін. Бірақ психологтың профессионалды көмегі де сенің сол моменттегі, сол кезеңдегі эмоцияларыңды реттеуге, өзіңді түсінуге, өзіңе сырттан қарауға, 5 жылдан кейін осы нәрсе саған актуалды бола ма, жоқ па, оны түсінуге бір көмегін береді. Рационалды тұрғыда, ақыл тұрғысынан жақсы көмек береді. Ал сезім, жүрек, оның бәрі Құдайға байланған кезде ол да адамды керемет бір тәрбиелейді, адамды бір қалай айтсақ болады, тыныштандырады, оның да өзіндік бір пайдасы бар. Жалпы мен сіздің енді оқырманыңыздың ғой, өзіңіз білесіз, сіздің үнемі посттарыңыздың бәрін қарап отырамыз. Сол кезде сіз осы түрік елін өте жақсы дәріптейсіз, соншалықты түрік еліне жүрегіңізбен бір жақсы көретіндей қандай жағдайлар болды? Жарайды, студентсіз, ол жаққа оқып келіп жатырсыз ғой, ол біраз екінің бір барып жатыр десек те болады. Бірақ ол жақта бір жер сілкінген кезде есімдесіз, қор ашып, жүгіріп жүріп, мынау шатырлардан адамдарға әйтеуір тамақ үлестіріп, киім үлестіріп жаттыңыз. Түрік халқына деген осынша махаббатыңыздың себебі не? Айтады ғой, өзі ата сөз дейді түріктерде. Түріктердің ата сөзі бар, біз оны мақал мәтел дейміз ғой. Сонда айтады, ата сөзде айтады, топыраққа дейді, су тисе, су төгілсе, ол батпаққа айналады дейді. Ал топыраққа қан тисе дейді, ол отаның айналады дейді. Менің Түркияда 2 сәбиім дүниеге келді. Олардың қаны тамыз сол жаққа. Сондықтан ол жақ маған ерекше ыстық, өзімнің отаным сияқты. Және ерекше жақсы көретінім, ол жақта 5 уақыт азанның дауысы тура Мекке мен Мәдинедегідей жарыса шығады, әуендетіп. Сол азанның дауысын сағынамын, жақсы көремін, кәдімгідей түсіме кіреді. Сосын ол жақтың ерекшеліктер көп қой, енді өзіміздің жаңа ата жұртым, олар бізді ата жұрт дейді, біз ол жақта ана жұрт дейміз. Жаңа Мағжан Жұмабаевтың өлеңінде де бар ғой, көп түрік өз еншісін алып кеткенде жаңа қазақ қара шаңыраққа ие болып қазақ қалды. Сонда түріктерде енді өзіміздің осы бізді ана жұрт деп, ата жұрт деп сүйсініп отырады, бізді көріп қуанып, қазақ бауырларымыз деп. Одан бөлек мен Түркияға оқуға түспестен бұрын, енді қарапайым шопырдың қызымын ғой, Таразда өскен, Таразда жаңағы алғашқы білім алған, бакалаврлық, мектеп білім, орта мектеп. Сода көп түркше кітаптар болады, 14 том кітапты мен 12 жыл бойы оқығанмын ғой, түркше парша. Сонда оқи берген, сол Түркияның бүкіл ішінде тарихы да бар, діні де бар, салты да бар, мәдениеті бар. Анау 12 жыл бойы миға, айтып отыр ғой, қазір нейробиология, түрлі психология дамып кетті. Анау миыма сіңе берген бүкіл Түркияның қалалары сипатталады, саяси жағдайлар, мәдени. Сол кейіннен ешқандай ойламастан, қарапайым бір отбасынан мен Түркияға барып докторант болып оқимын деген мен ешқандай тіпті арман қиялымда да жоқ еді. Бірақ кітаптардың көмегі жастарға айта аламын, егер сіз қай елдің, қай мәдениетті, қандай кітап оқисыз, сол жерге міндетті түрде табаныңыз тіреледі. Сондықтан Европа болсын, Американ мәдениет болсын, Түркияның болсын, араб елдерінің, парсы елдерінің болсын, кітаптарын оқи беру керек. Адам нені оқиды, соны ойлайды ғой. Ойлаған нәрсең, жаңағы біздің дінімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жақсы ойла дейді, сен ойлаған ойың сөзге айналады. Жақсы сөйле, сөзің іс-әрекетке айналады. Жақсы іс-әрекет ет, іс-әрекетің әдетке айналады. Жақсы әдеттен әдетің тағдырға айналады. Сонда біздің ойымыздан біздің тағдырымыз байланысты болып тұр. Соны үздіксіз сол кітаптарды оқудың арқасында мен ойлаймын, сол ғұлама ғалымның кітаптарын оқып, сондай нәтижеге жетіп, жаңағы докторантураға түсіп, 5 жыл ол жақта оқып, сол кітапта суреттелген бүкіл табиғатты, жерді, мәдениетті көруіме, сол кітаптардың үлесі зор деп ойлаймын. Ойладым ғой мен ол нәрсені. Мен сіз арқылы Түркияны жақсы көріп кеттім, мысалға. Рахмет. Бір адамға әсер ете алдыңыз. Жалпы кәсіпкер деп айтсақ болады. Ұлт үшін еңбек етіп жүрген қазақтың қайсар қызы деп айта аламыз. 3 баланың анасысыз, университетте сабақ бересіз, психологсыз. Осының бәрімен қоса Омар Жәлелдің әйелісіз. Қайсының салмағы ауыр? Қызық сұрақ. Бұндай бір сұраққа ойланып көрмеппін мен. Қайсының салмағы ауыр? Мен ойлаймын, ұрпақ, ана болып бала тәрбиесінің салмағы ауыр сияқты бәрінен де. Бала деген тап-таза періште, олар тап-таза, оларды осы өмірге алып келгеннен кейін ары қарай керемет жаңағы Илон Маск дейді, ең топовый біздің
әлемдегі ғалымдар дейікші, сондай әлемдік ғалымдардың, әлемдік деңгейдегі тұлғалардың болуын жаным қатты қалайды да, аңсай кәдімгідей елестетемін, соны ойлаймын. Қалай соларға сондай тәрбие бере аламын, қалай сондай орта жасап бере аламын, қалай сондай ортаға бізде жалпы елімізде сондай орта бар ма, әлде мен Конфуций сияқты, Конфуцийдің әке-шешесі баласына орта табу үшін 20 шақты үй ауыстырған екен, ел қала көрші ауыстырған екен, балаларына орта табу үшін. Дұрыс. Сондықтан біз Түркияда тұрдық, тұрмаған жеріміз жоқ, Астанада тұрдық, Алматыда тұрдық, енді Түркістан киелі жер деп. Ақтауда тұрдыңыз? Ақтауда тұрдық, табан тіреп жатырмыз. Сонда мен үнемі сол дұғамда тастамайтынмын, Аллаға, менің балаларыма сондай орта бер, олар керемет ұстаздар бер. Мысалға Шәмс Тәбризи болмаса, Мәулана шықпас еді. Сондай Мәулананың Шәмсі сияқты менің балдарыма сондай өмірлерінде ұстаз жолықтыр, сондай ортасы болсын деп менің аналық тілегім үнемі. Және сол балалардың тағдыры үшін, олардың келешегі үшін ұрпақ, сол салмағы сол ұрпақ деп ойлаймын. Ең басым, маған басым болып тұрған ұрпақтың тәрбиесі, олардың болашақтағы өмірі. Жалпы мынау қыз балада, қазақтың тәрбиесінде қыз баланы жат жұрттық деп тәрбиелейді. Ол кішкентай кезімізден құлағымызға сіңіреді. Осы гендерлік теңсіздік емес пе сіздің ойыңызша? Сен жат жұрттық, сен кетесің, бұл адам емессің деген. Енді ол ешқандай гендерлік теңсіздік деп ойламаймын, ол реалистік көзқарас қой. Мен қазір пациенттермен жұмыс жасағанда ең қиын нәрсе, әсіресе әйелдерді реализм осы кезеңге түсіру ғой. Бәрінде инфантилизм да. Бәрі бала позициясында кішкентай қыз болып қалғанда, андай бәрі маған міндетті, бәрі менің жағдайым жасау керек, бәрі менің ойымдағыдай болу керек деп бәрі ренжіп, ашуланып, өкпелеу, ол баланың позициясы да. Менікіндей болмай қалды, менікіндей болсын, қысқа мерзімде болсын. Ал баланы кішкентайынан, негізі қазақ өте дана халық қой, дайындау ересек өмірге, ересек позицияға, ол қайта баланың жаңағы саналы түрде тек қана бұл өмірге ғана негізделген емес, трансцендентті міндеттері бар екен, Құдаймен байланысты қасиетті міндеттері бар екен түсіну. Өйткені қыз бала, әйел, мен диссертация тақырыбында осы кимешекке, ұлттық дүниеге қатысты айтамыз, әйел жалпы өзі осы туа отырысымен бір қасиетті болмайды да, отырысымен жай ғана қасиетті болмайды. Әйел несімен жаңағы өзіміз жырларымызда да бар, батыр емізу, сүт арқылы. Өйткені Құранда да айтады, сүт ол Алладан келетін нәрсе да, ризық, баланың ризығы. Оны сен өндірмейсің, ол Алла жауапты оған да. Жаңа туылған нәресте сені емеді, ол қаяқтан келіп жатқанын білмейді, анасының жаңағы өмірін. Сонда ана сүт арқылы, жатыры арқылы ол сонда бір қасиетке болады екен. Енді бұл жақта тағы феминист әйелдер қызар шығуы мүмкін, сонда біз не бала тумасақ, бала емізбесек біз жаңағыдай маңызды болмаймыз ба деп айтуы мүмкін. Бірақ өзіміздің дәстүрлі мына жырларымызды қарасаңыздар, қазақтың жыры ол қазақтың жады, қазақтың несі бүкіл тұла бойы өмірі. Онда құрт қаны қараңыз, болмаса Алпамыс Қобыланды қай жырын қарасаңыз да әйелдің жаңағы қасиеттілігін, сол өзінің жаңағы тіпті батыр деген өзінің соғыстан жараланып жылап қайғырып келгенде, қансырап келгенде анасынан омырауын жаңағы тас емшегге елжіреп омырауынан сүт шығып баланың батырдың жарасын жазған дейді да. Сол сияқты бізде әйел қыз баланы сондай ана болуға, оның сондай трансценденттік жаңағы қасиетті дейміз ба, жаңағы көзге көрінбейтін ең негізі ұлы қасиетті керемет дүниелер көзге көрінбейді ғой. Періште, Алла, мысалы, сеніміз. Сол иман, сол нәрсені қыз баланы жаңағы жат жұрттықсың деген сөзі, ол тек қана жаңағы бір үйдің отбасының келін атанып, анасы атану ғана емес. Ол деген жат жұртқа тек қана бір ненің мүддесі үшін емес, ол ар жағында Алланың да несі бар ғой. Құдайдың да бұйрығы бар ғой. Құдайға да жағу ғой. Сол бір әулеттің ұрпағын көбейту, бір әулетке қызмет ету, ол тек қана сол әулеттің разылығы үшін емес. Ол жақта қыздың саналы түрде, мен ойлаймын, жаңа ақыреттік, енді біз бұл дүниеде ғана өмір сүрмейміз, ақыретіміз бар. Ақыреттік қыздың бір азығы ретінде, амалы ғой. Бүкіл жаңа отбасындағы баланы, енді хадистерге келетін болсақ, қыз бала тұрмысқа шыққаннан кейін құрсақ көтергенде дейді, 9 ай құрсақ көтеру, ол жаңағы соғысқа шыққан жауынгер ретінде, шахид ретінде. Өзіңіз ойлаңыз, баланы емізу дейді, сен
аш қалған адамды тойдырғаныңмен тең дейді. Қандай сауап? Періштелер айтады дейді, емізгеніңді тоқтатпа деп айтады дейді, 2 жасқа дейін. 2 жастан кейін тоқтатпа дейді, сен қанша сауап алып отырсың, тоқтатпа баланы ризығынан деп айтады дейді. Сондай сауаптарды жинауға, яғни ол тек қана бір отбасының ғана, бір ұлттың ғана емес, ол ар жағында трансценденттік, ар жағында үлкен бір мәңгілік бір мақсат мүдде жатыр ғой бұл жақта. Енді Ләззат, сіз алдын 12 жыл тұрмыста болдыңыз, одан кейін біраз уақыттан кейін Омар ағамызға тұрмысқа шықтыңыз. Жалпы осындай батыл шешім қабылдауға, егер сізді жұрт таниды, бірақ сіздің танымалдылығыңыздың қасында Омар ағанікі 100 есе ғой, енді ол бүкіл қазақ таниды. Сондай кісіге жар болуға және екінші жар болуға осындай батыл шешімді қайдан қабылдадыңыз? Жалпы ондай күш қайдан келді сізге? Бұны айтсақ енді бір подкаст жетпейтін шығар, бұл оқиғаны баяндап беруге, бірақ қысқаша айтайын. Қысқаша айтқанда, бұл жалғыз менің батылдығымда емес, бұл жерде 50% батылдық, тіпті 50-ден көп, менікінен көп батылдық мен балалардың әкесінде. Өйткені ол кісі Түркияда мен докторантура оқуға барғанда ұшып келді, келем деді, бір аптада келді. Мен ол кісіні өмірімде көрген емеспін. Тіпті оны ютубта бірде бір сұхбатын тыңдамағам. Оның ондай атақ дәрежесі бар екен деп білмеймін. Қолымда жалғыз ғана Харекет деген кітабы бар. Харекет деген ғана кітабын оқығам. Оқып жатыр едім сол Түркияда, өзіміз ел сағынып, жарты жыл болып Түркиядамын. И соның ішінде жазылады, бала таппаған әйелден тышқақтаған лақ артық деп. Менің жанды жеріме басады ғой, жаңағы. Енді бізде қалай, біз енді психологияда Абрахам Маслоу деген керемет психотерапевт бар, ағылшын. Сол айтады да, әйел өзін өзі өзектендіру керек дейді. Ол жан-жақты өзін өзі дамыту керек дейді. Тек қана білім, ғылым емес, физиологиялық тұрғыдан дейді. Дінімізде енді әр нәрсенің өз ақысы бар дейді. Тіпті қазіргі көп тұрмысқа шықпай қалған қыздар жатыр обыры, кеудеден обыр болып ауырып жатыр да. Өйткені ол функциясын атқармағаннан кейін, жатырдың, омыраудың функциясы өзінің қызметін, бұл өмірдегі миссиясын атқармағаннан кейін ол ауруға ұшырайды. Сондай нәрселерден де естідік, білеміз. Ал мына психологияда мен ойлайтынмын өзім, бір сондай комплекс болатын. Мен 30 жастан астым, мейлі мен докторант боламын, білімді боламын, осынша жыл өмірімді білімге беріп жатырмын, бірақ мен физиологиямшы, мен сонда ана болмаймын ба? Мен жеміс бермеймін ба? Сонда мен бір қурап қалған ағаш сияқты ертең кәртеймін бе деген ой мазалайтын. Бірақ өзімді алдайтын, мен бүкіл энергиямды ғылымға беремін, ол тұра тұрады, іштен кетпейді, ол сезім бәлкім жоғалып кетеді деген ой болды менде. Бірақ жаңа Харекет деген кітап қолыма түскеннен кейін ана кісінің бүкіл кітабында жаңағы әйелді тууға не істейді ғой, бағыттайды ғой, әйел ана болу керек деген. Сосын мен таң қалдым, ол кісіден сұрадым, өзінен жекесіне жазып, сіз осылай деп жатсыз, жазған екенсіз, бірақ енді кінә үнемі әйелден болмайды ғой. Ер адамдардан да қазір өте көп кінә бар. Ондай жағдайда не істейді әйел? Мысалы 12 жыл отастың, бірақ сенде сондай отбасыңда бір сондай проблема шығып тұр. Бұл кісі айтады, Абайдың осынша 48-ші ме, 148-ші ме съезінде ол кісі осылай деп айтқан, егер әйел адам, кінә әйел адамнан болмаса, ер адам егер өзі сондай белсіздігі немесе бір ауру болса, ер адамның денсаулығында, онда әйелді қоғам кінәлай алмайды. Әйел ол ер адамнан ажырасып, тағы да шаңырақ көтеріп, бала сүю хақысы бар. Ода тұрған ешқандай әбестігі жоқ дейді. Мен таң қалғаным бұл кісінің жауабы болды, Абай осындай деп айтқан деп. Өйткені мен бұған дейін қанша имам, молда кісілерден сұраймын. Мысалға мен 12 жыл отбасым бар, отбасым сақтап қалғым келеді, тіпті эко жасатсам деймін, басқа бір бөтен ұрықтан өткені бізде жоқ, не істейміз ал. И маған айтады бәрі, бірнеше имам кісі айтты, отбасында бала болмауы, отбасының ажырасуына себеп емес. Сен тағдырың, сен мойындауың керек дейді. Қалайша, сен де енді күшің тасып тұр, сен бәрібір білесің да, бір өмірге сезесің тұла бойыңмен, бір ойлайсың, мен балам қандай болады, ұлым, қызым түрі қандай болады, алып келгің келеді, енді дінмен өмір сүресің, сен былайынан жаман жолға бара алмайсың, жаман әрекетке бара алмайсың. Эко дегеннің өзі, ол жаңа некесіз бөтен бір ұрықты сенің жатырға келіп салу, оның өзі дінімізде харам дейді. Яғни ұрық сенің жолдасыңдікі болса ғана саған алып салса, ол жаңа дұрыс дейді. Содан невроз басталады бізде, енді ол эко болмайды. Не істейсің, кімге ол отбасы қайта-қайта бір ажырасып немесе тағы бір тұрмыс құру, көп қазір ер адамдар әлеуметтік желіде бір оңай нәрсе сияқты қылып айтады да, ой жаңағы байдан байға тигендер деп әйелдер жайында
бір жеңіл көзқарас бар. Негізі ол әйел адам үшін өте үлкен стресс, өте үлкен бір ауыр жаңағыдай қиын процесс та. Бір адамнан бас тартып, екінші адамды қабылдап, отбасы құрып кету, ол күрделі нәрсе де, бір адамның тәні де бар, жаны да бар. Ал оны әлеуметтік желіде адамдар бір жеңіл, желпі, бір оңай, рахат нәрсе сияқты қылып насихаттайды. Ондай емес негізі. Сондықтан бұл жақта жаңағы балаларым әкесі өте сондай шешім тауып болды. Ол кісі менің сұрақтарыма нақты жауап берді. Сосын мен де жаздым, енді мен Түркияда оқып жатырмын, қасымда жаңағы асырап алған қызым бар еді, Еркенұр деген Таразда. Ол жаңа эпилепсия, аутизммен ауыратын, сол қызымен оқып жатырмын ғой енді. Мен айтамын, мені кім алады деп мен жазында ойлаған жоқ, мен ол кісі маған жауап береді деп. Өйткені ауру баламен кімге керексің сен? Ол мен өзім жаңағы емдетіп жүрмін, Түркияда оқып жүрмін, өзім аманат деп алғаннан кейін, асырап алғаннан кейін қарап жүрмін. Содан ол кісі жазады астына, дереу жазады, мен аламын сізді дейді. Мен ондай жауап күткен жоқпын ғой енді. Дереу жаңағы Харекет деген кітаптың сыртын қараймын да, биографиясын қараймын. 66 жылғы дейді. Ой, мен мамаммен жазды ғой, мүмкін емес, жоқ. Ана дереу жоқ деген нәрсе болды ойымда. Ешқандай мен ақылыма сиып тұрған жоқ. Ол кісінің жаңағы жары бар, 2 ұлы бар. Ондай нәрсеге мен шешім жаңағыдай бір өзіңіз айтпақшы рух керек та, оның дух керек ондай нәрсеге. Жоқ деп, мен ол теманы жауып тастадым, тақырыпты жауап бермедім. Бір аптадай жүрдім Түркияда, жаңағы қызыммен. От жағатын үйде, ол кезде от жағушы едіңіздер ғой? От жағатын, өйткені Түркияда өте қымбат жаңағы үйлер. Аренда Кония қаласында мен сондай арзан үй болсын деп от жағатын үйде тұрдым. Содан не керек, Тараздан бір 2 әйел балалары сол Стамбулда оқып жатқан келетін болды қыдырып. Енді әр қазақтардың өзінде жолдасы бар, бала шағасы бар, ешкімге сыймайтын болды да, былайша айтқанда. Ұялатын болды, ер адамдар болған. Сен енді ер адам жоқ, жалғыз қызыңмен тұрасың, сен неге жаңа 2 кісі Құдай қонақ болсын деп, бір апта қонсын деп, ұстаздар маған жаңағы өтініш айтады, жарайды деп, ана 2 кісіні үйге аламын. Сонымен ол кісілер күніге көреді мен тұрмысымды. Барам, сабаққа барып келем, шаршаймын, ана қызым ақыл есі жоқ, 7 жаста, бір орында тұрмайды, от жағам. Сосын маған айтады ғой, Ләззат, сен өйстіп жүре бересің бе, қандай тамаша әйелсің, саған бала сүю керек, ертең ана қызды қарайласатын адам керек қой дейді. Сосын мен айтамын, мен күлге аунап туам ба мен дейді. Енді бар шығар, танысайшы, ер адамдармен сөйлесейші деп. Содан мен айтамын, осындай кісі, Омар Желі деген кісі, осылай мен алам деп айтты десем, ана кісі, 2 кісі сол кісінің фанат екен. 50-ден асып кеткен әйелдер, сол кісі жақсы көреді, тыңдайды ол кісіні. Содан етегіне жабыс, ол адамның етегіне жабыссаң өлмейсің. Бүкіл ютубтағы сұхбаттарын тыңдаған екен. Мен білмеймін ғой ол кісінің сұхбаттарын тыңдамағанмын. Сосын ана кісі себепші болып тұр ғой сонда, былайша айтқанда. Өйткені оған дейін ол 2 Құдай қонақ, ол 2 кісіге дейін мен ол вариант жоқ деп кәдімгідей. Сіз үшін жабық, өйткені ол кісі мен шешемен жас, 21 жас үлкен менен. Одан кейін оның әйелі бар. Бірақ ол кісі маған жазады, мен жаңа бәйбішем рұқсат беріп отыр. Сізге таң қалып отыр, қандай батыр қыз ауру баламен шетелде білім алып жатыр, қандай мықты қыз деп сізге сүйсініп отыр деп. Сосын жаңа 2 әйел тыңдап, жарайды деймін, енді мен ана кісіге жауап беремін, жауап бер, жаз келсін дейді. Сосын жарайды, енді көрейік, сөйлесіп деймін. Ол кісі Стамбулға ұшып келеді. Сол айтқан күні ертесінде ұшып келеді, батылдық демекші. Ол кісі келді, өмірімізде бір-бірімізді бірінші рет көріп тұрмыз. Маған айтады, сен 10 минут уақытың бар дейді, астында көлік күтіп тұр дейді. Мен ол 10 минут 10 минутта жарайды түстім ғой, астында көлік күтіп тұр. Қай жаққа бара жатырмыз, еш нәрсе сұрамадым. Стамбулда Гүнешлі деген ауыл бар екен, қазақ ауылы, ақсақалдар бар. Сол жақта 2 имам молда бар. Дайындап қойыпты, жаңа некелесуге. Сол аэропортқа ұшып келді, бір рет көрдім, 10 минут уақытың бар деді. Астына түстім. Көлікке міндік, 1 сағаттай жүріп бардық Гүнешлі ауылына, Стамбулдың өзінен біраз жер екен. Бардық, жаңа ақсақал отыр, 2 қари ұлы бар екен, екеуі Құран қарилер. Сол куәгер болды, сол жерде неке қиылды. Ол кісі маған тиесің бе, тимейсің бе деп те сұраған жоқ. Не шынына келгенде. Айнұр Әбдірәсілқызы күлуші еді. Ғалым кісі бар ғой, әйелі кісі, парапсихолог. Вахабистер 3 рет кездесуші еді. Сен сәләфиттеріне осып кеттіңдер ғой. Бірақ кездесіп. Жалпы, Ләззат, қазір қоғамдағы мыңдаған қыздардың сұрағын қояйын сізге, бұны ешен қимаймыз, сіз қалай айтасыз, солай саламыз, эфирге солай жібереміз. Жалпы, екінші әйел болудың ауырлығы мен жеңілдігі қайсысы?
Жалпы жеңілдігі жоқ шығар, ауырлығы қандай? Жалпы әйел болудың жеңілдігі жоқ қой. Бірінші болсын, екінші болсын, мен түсіндім. Ол бірінші әйелге де, екінші әйелге де, мейлі ол төртінші әйел болсын, ешкімге жеңіл емес. Жеңіл, енді қазір позитивті психологтардың розовый очки позициясымен айтсам, бәрін жеңіл қара, бәрі керемет деп айтатын болсақ, ол біздің тура қазақ әдебиетінде классикадағыдай әңгіме болып қалады да, адамдар соған сеніп қалады. Мысалы, мен жаңағы сол классикаға оқитынмын да, Қарқабат анамыз жайында, мысалы мынау осы кісіге тиместен бұрын мен таң қалатын осы Арғын руында керемет жаңағы Мирам Сопы деген болған, тарихта бар. Ол кісінің жары жаңағы жау шауып жеңгесімен өзінің күңі жаңағы қызметшісімен келеді, ұзатылып сол кісіге жаңағы Мирам Сопыға. Сосын Мирам Сопы оны өзін жар қылып алғаннан кейін өзінің жаңағы қыздың елін жау шауып келін мен күңнің баратын жері болмай қалады. Енді келін өзінің ағасының жары. Сонда жаңа Қарқабат анамыз, қателеспесем, сол айтады ғой, мен дейді өзімнің жеңгем, ағамның төсі тиген оған. Мен оны басқа ешкімге қимаймын дейді. Ол сіздің екінші жарыңыз болсыншы дейді. Мәссаған. Мен сонда ешқандай жаңағыдай күндестік жасамаймын дейді. Және үшінші күңім, күң өзінің қызметшісі бала кезінен оның жатыры гүлдеп тұр дейді, оны үшінші жар қылып алыңызшы дейді. Сөйтіп өзінің күңімен жаңағы артынан келген жеңгесін, енді соғыс заманы ғой, далада қаңғып қалмасын, итпен құсқа жем болмасын деп, Мирам Сопыға жар қылып алып береді. Не деген батырлығы? Сол ғой, сол нәрсені оқып тарихтағы аналардың, менде қазір айтады, квантовый скачок дейді ғой. Таң қалған, және Домалақ ананы қараңыз. Гаухар Батыр Қабанбайдың жары, Гаухарда екінші жары болды ғой. Оның Гаухардың мен Қабанбайдан туған Назым қандай батыр болады. Яғни қазақ әдебиетінің классикасының бәрінде сондай позитивті, ұрпаққа керемет тұлға ретінде, керемет пайдасы ретінде көрсетеді, жақсы жақтарын. Расында да енді біздің өмірімізде біраз бір қиыншылықтар мен интрига болғанымен, мен ойлаймын, түбінде біздің балаларымыз және олардың жасаған амалдары тарихта қалатын сол деп. Жаман жақтары емес, тарих болсын, өмір болсын, үнемі жақсы жақтарын басқаларға үлгі қылып айтуға тырысады ғой. Иә, сонда мен қазақ әдебиетінен өзім оқығаным, сонда менде иллюзия болды да кішкене. Тура сондай бір Домалақ ананыкіндей, Гаухар Батырдыкіндей, Қарқабат Мирам Сопының жаңағы отбасындағыдай деген менде бір иллюзия болды. Мен қазір енді бүкіл жалпақ жұртқа айтайын, сондай иллюзия болмасын деп айтқым келеді да. Өйткені шынайы өмір, айтады, базардағы үйдегі ойымды базардағы баға бұзды дейді. Шынайы өмірде біз күтпейтін өте көптеген тосқауылдар, қиыншылықтар болады. Ол болу да керек қой, өйткені адамның жеке басының өсуі үшін, жеке басын тұлға болып қалыптасу үшін ол керек. Енді Әселжан барынша шынайы болуға тырысып жатыр. Енді оқырман ретінде білесің ғой, үнемі шынайы, тіпті Түркиядағы ауру қызыммен жүрсем де оны салатынмын. Бақытты кезімде де, қандай кезім болса да мен оқырмандармен ашық бөлісіп отырамын. Басқаларға мотивация болсын деп, және мотивация болып та жатыр. Көптеген кісі сізге қарап, күш аламыз деп жазып алғысын айтып жатады. Енді Сартр айтады ғой, адамның өзінің еркі болған кезде, таңдау еркі болған кезде ол тағдырдың тұтқыны бола алмайды дейді. Мен ойлаймын, мен егер де жаңағы бір 12 жыл отасқан жұбайыммен ары қарай өмір сүре берсем, мен түптің түбінде менде жаңағы мазалайтын еді. Мен бала алып келмедім өмірге, мен ана болмадым деп, ертең өмірім жаңағы өзі диқан жер сияқты ғой, әйел белгілі бір уақытта дән себіледі, жаңағы жеміс алынады, одан кейін оның жаңағы мезгілі бітеді. Сол сияқты менде мезгілім өтіп кеткеннен кейін, бала өмірге алып келмегеннен кейін бір қартайғанымда өкінсем, мен неге солай жасамадым, неге мен деп сол өкініш болған қаламадым. Жалпы қазіргі кез келген нәрседе принципім артта өкініш болмау керек. Қандай шешім қабылдасаң да, қандай жұмыс жасасаң да. Сондықтан қиын болды, оңай нәрсе емес. 12 жыл студент кезімізде бір университетте оқып, кітапханада танысып, сондай бозбала шағымызда, бойжеткен шағымызда табысып, одан 12 жылдан кейін ажырасып, тағы да тұрмыс құру оңай болған жоқ. Және екінші әйел болып. Енді бұл тағдырды қабылдау керек. Қабылдай алмасаң, одан да қиын сынақтар бола береді дейді ғой. Әсел, сенсеңіз, осы уақытқа дейін мен қабылдай алмадым. 6 жыл болды ғой мен екінші әйел дегенде қабылдай алмадым. Сол үшін де мен ойлаймын, сынақтардың көбісі, қиыншылықтар содан болды деп. Қабылдай алмаудан. Бірақ сен қабылдасаң да, қабылдамасаң да өмірге балдар келіп жатты. Ол қабылдатқызады. Балдардың өзі жаңағы әкеміз деп өліп өшіп тұрғанда сен ол тағдырды қабылдайсың. Сондықтан енді мен қазір көрермендерге екінші әйел болуды насихаттап отқан жоқпын.
тіпті бұны немесе қорқынышты, бұл қиын деп те отырған жоқпын. Бұл адамның басына түскен тағдыры деп айтқым келеді. Басыңа түссе, сен сол бір адамнан осыншама баланы өмірге алып келуің керек болса, немесе сол бір адамның жары болуың керек болса, ол басыңа жазылғаннан кейін ол орындалады. Қалай болса да орындалады. Жаңағы өзіңіз айтқан иллюзиядан шыға алдыңыз ба сіз енді қазір шынайы өмірде? Иллюзиядан шықтым, 100% шықтым. Маған негізі иллюзиядан шығуыма Санжар Керімбай ағамыздың да жақсы үлесі болды Түркияда. Көп негізі жаңағы мектеп кезде ақындар мүшәйрасына қатысып, сондай жазатынымыз бар еді. Ақындық бір кішкене қиялдау едік қой. Содан Санжар аға айтатын ғой маған Түркияда үнемі. Кішкене жерге түссейші деп, әлемге түссейші деп. Расымен де сол кісілермен жаңағы ғылыми бір мәтіндерді, кітаптарды талдап, көптеген жаңағы бір есею процестері болды. Және соңғы жасап жатқан психологпен жұмыстарымда осы есеюіме көп әсер етті. Енді алдағы уақытта өзіңіз айтқандай жаңа тағдырға мойын ұсынамыз ғой, одан озып кетпейсің. Сіздің жұбайыңыз 3-ші әйел алам десе, рұқсат бересіз ба? Әлде онда қабылдай алмай осы 6-7 жыл уақытыңыз өтіп кетуі мүмкін ба? Жоқ, олай деп ойламаймын. Енді бұл жеке отбасымызға қатысты тақырыптар ғой, енді жеке щепетильный, ол кісінің өзінің позициясы бар, менің позициям бар. Дәл қазір маған балаларым айтты ма жаңағы ең үлкен салмақты балаларым болып тұр. Солардың тәрбиесінде, солардың болашағына мен көп энергиямды беремін. Ол кісі жаңағы енді өзі біледі, өзі шешеді. Алам десе де, не істеймін десе де, мен әйел ретінде не де алам. Мен ана болуыма, осы неге сол перзенттерді әкелуіме үлес қосқан себепші болған адам, солай деп қабылдап, мойынсынып жатырмыз. Бәлкім, алдыңғы уақыттарды қызғанып, осы балдармен бізбен болсын деген бір позиция болған жоқ деп айта алмаймын. Балдар кішкентай кезде өте әйел адамға көп, не керек, көмек керек. Әйел адамға көп салмақ түсті ғой сізге. Салмақ түсті, өзің білесің ғой, Түркияда жүріп 3 баламен қатты былай қиналған кездер болды. Дәл қазір енді осы нәрсенің бәрінен өткеннен кейін бәрібір болып қалады екен. Ол тағы қанша әйел алады ма, алмайды ма? Ең басты сенің өмірге сонша бәріне, достарыңа, әке-шешеңе қарсы келіп, бәріне қарсы тұрып алып келген балаларыңды қандай болады, кім болады? Соған алаңда жаңағы бүкіл күшің соған кетеді. Жалпы сіздер қазір Түркістан қаласында тұрып жатырсыздар, университетте мұғалім, алдағы жоспарыңыз қандай? Жалпы Ләззат әлемнің бәрін аралап жүр ғой, енді қайда барып тұрақтауы мүмкін? Негізі мен Түркияда да университетте жұмыс берсем бе деген сондай бір ойлар болды, сондай өзім дос қыздардан сондай ұсыныстар болды, осында қалсайшы. Қазақстанда енді қайтесің дегендей. Енді балалар өмірге алып келгеннен қазақ болғаннан кейін, әйтпесе сол Түркияда түріктің шетіп жүріп бір жігітіне тесек те болады ғой. Қазақ деп әкеміз кішкентайымыздан намысшыл болды, бір үйде бір ауыз орысша сөз сөйлетпейтін ғой. Көршілеріміз білесің ғой, Таразда түріктер көп, орыстар көп, дүнгендер көп, орысша сөйлейді бәрі. Аралас мектеп. Сонда сәл бір үйде бір-екі орысша сөз айтып қалсақ, тиіп тастайтын әкеміз. Сондықтан білдім, біздің әкеміз өзге ұлттың сөзін сөйлемек түгілі, өзге ұлтқа тисең тіпті ол бізде катастрофа отбасымызда. Содан әкенің тәрбиесі шығар. Біз шетелде қалмадық, қалуға мүмкіндіктер болды, әлі де бар. Бірақ менің балдарым ертең елдің жанашыры емес, бір көрермен болып қалады. Сырттан, Қазақстанда осындай болып жатыр екен. Тіпті өзіміз көрермен болып бара жатырмыз. Өзіміз көрермен болып ала салмаймыз. Өзіңіз айтпақшы, жер сілкінген кезде сен сол тұрып жатқан жергілікті жерге көмектесесің. Өйткені сен көріп тұрсың ғой жағдайдың бәрін, сен жата алмайсың ана жерде. Білмеймін, енді сөйтіп емін-еркін тамағын жеп, жатып жүрген, ұйқыдан тұрып жүрген адамдар болған шығар. Бірақ мен жаңағыдай демала алмай кеттім, жата алмай кеттім. Балаларымды бағушыға тапсырып, сол Марашқа барып, өзім Инстаграмда оқырмандарым 3 миллион ақша жинап берді бір күннің ішінде. Сол жақтағы аналарға, жалаң аяқ күй шыққан, жалаң қалған, түгсіз қалған кісілерге мен сол екі қаланың ортасында жүріп, жүк көлікке тиеп, балалардың, әйелдердің керек заттарын тасымалдадым. Бұл телеканалдарға, сайттарға шықты ол нәрсе. Яғни сен сол қай жақтасың, сен сол жақтың жанашыры боласың. Өйткені сен сол жақтың нанын жеп отырсың ғой. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дұғасы бар ғой. Меккеге барсаң да, Мәдинеге барсаң, қай жаққа табан тіресің, сол жақтың тыныштығын, берекесін соны тілеуің керек дейді. Осы жақтың берекесін арттыр, тыныштығын бер. Және сондай бұл
халде болғаннан кейін состояние біз көмектестік. Ал енді мен ол жақта оқуымды бітіріп, егер сол жақта жұмыс жасап қала беретін болсам, балдар да Қазақстан емес, сол жақтың жанашыры, сол жақтың көрер жаңағы барынша пайдасына асатын адам болады. Ал елімізге қанша мұқтаж ғой біздің еліміз кадрларға, сауатты мамандарға, жаңағы жастарға, өзіміздің демографиямыз қандай, мысалы әлем бойынша 9-шы орында, қандай ұлан-ғайыр жер, түріктер қызығады бізге, біздің 6 Түркия сиып кетеді, Қазақстан жеріне 6 Түркия сияды дейді. 80 миллион халық оларда. Мен қызғанамын да олардың сондай бір мықты империя болды ғой енді. Бізде сондай болсақ екен, 80 миллионға жетсе екен деп. Енді сондай қазақ баланы өмірге әкелген үшін, қазақ үшін әкелген, ұлтың үшін сондай балаларды алып келгеннен кейін ол ұлтқа қызмет ету керек. Ол үшін қазақтың жерінде аунап, оның жаңа бүкіл қазақтың проблемасын, рухани дертін бәрін біліп, көріп өсе екен деген менде ниет болды. Сол, енді болашақта енді тағылымдама деген нәрсе бар ұстаздарға. Сол бойынша Америкаға, Европаға бару ойымда, жоспарымда бар. Жаңа енді біліктілігімді арттыру алдағы жылдар. Бір орын тоқтап қалмау. Жалпы қазір намазда жүрген біздің әпкелеріміз, сіңлілеріміз, замандастарымыздың көбісі хиджаб киеді. Сіз де намаздасыз, бірақ сіз сол хиджабты тамаша өзіміздің кимешекке алмастырдыңыз. Жалпы және ол сіздің қазір кәсібіңізге де айналып кетті. Бірақ бұдан қырып ақша тауып жатыр деп айтпаймын, бірақ мынау өшкенді жандырып, өлгенді тірілтуге өзіңіздің үлесіңізді қосып жүрсіз. Бұл идея сізге қайдан келді? Бұл идея қайдан келді? Керемет сұрақ. Осы Тараздан алады ғой, бәрі бастау өткен. Тараздан бастадық, өзің білесің. Таразда Арай деген жастар газеті бар. Сол жастар газеті енді Таразда студент кезде шығып еді ғой болғасында. Студент кезде мен ол кезде студенттерге сабақ беремін, колледжде жұмыс жасаймын, психологпын. Мен сұхбат сұрады, психолог ретінде бір пікірім сұрады. Негізі сол әртүрлі редакциялардың хабарласып пікірім сұрайды ғой. Сосын пікірімді бердім, мен сурет керек деді маған. Содан сізді келіңіз, біз кәсіби түсіреміз деді. Хиджабпен енді орамалмен барамын ғой. Өзіміз алғаш таққан қыздардан болдық қой орамал. Сол кезде маған айтты фотограф, мен сізді бүйтіп түсіре алмаймын, өйткені бұл жастар газеті, бұл бүкіл облысқа тарайды, ертең бұл насихат ретінде болып кетеді жаңағы. Өзіміздің ішкі жаңағы тәртібіміз бар. Не істейміз? Мен орамал шеше алмаймын ғой енді бір сұхбат үшін. Сосын барып, онда мен кимешек киіп келейін дедім. Кимешек жоқтың қасы ғой. Ол кезде 2010 жылдары, 2016-17 жылы мүлдем кимешек деген тапшы нәрсе. Жаңа Ирина Набокова деген керемет біздің сән несі бар, сән үйі бар баласағының ішінде. Сол жаққа барып, Иринаның бір кимешегін алып киіп, сол Арай газетіне фотограф суретке түсті, Алтынбек ағай Қартабаев. Содан ол суреттер деген бүкіл әлеуметтік желінің несіне айналды ғой. Хит болды ғой. Хит болды, иә. Енді әдемі шыққан ол суреттер. Бұл кезде жаспыз енді. Содан не керек, сонда менде ой туды. Кимешекті сатып алайын десең, жоқ сатып алатын. Прокатқа алып киіп келдік. Неге біз осыны жаңғыртпаймыз? Неге біз кимешекті насихаттамаймыз деген ой. Сол 2017 жылы келді. Сол Меккеге барып келдім. Арынша қасиетті жерге сол кимешекпен бардым. Сонда бүкіл жаңағы өзге ұлттардың кимешекке деген сүйіспеншілігін, қызығушылығын көріп таң қалдым. Кимешектің қасиеті ғой. Қанша әйелдер кеп суретке түсіп, қырғыздар, өзбектер кеп, сен қазақсың ба деді ғой. Ұлттық кодымыз ғой біздің. Сіз қазақсыз ба дейді. Қаяқтан біледі? Мен бәріміздің көзіміз қысық, жаңағы түріміз азиялық тұр ғой. Индонезия, Малайзия келе берді түріміз. Кореец, Жапон дейді кейбір. Кимешекке қарап сіз танып тұр ғой. Кимешекке қарап танып тұр ғой. Содан таң қалдым мен. Сосын елге келдік, ол кезде магистратураға түсіп жатқан кезім, енді ондай мүмкіндік жоқ. Тігіп насихаттауға өткен кимешекке көп мата кетеді. Кәдімгі хиджаб орамал қарағанда. Және кимешек ақ түсті болу керек. Оның өзінің жаңағы әр руға, өңірге бөлінетіні бар. Не керек, оның шаруасы көп болды. Мен ол кезде оны жасай алмайтын болдым, өйткені жаңағы магистрантпын, қасымда жаңағы науқас қызым бар, асырап алған, жұмыс жасаймын. Бірақ бір арман болып, ойымның, санамның түкпірінде жатты. Кейін Түркияда докторантура оқып жүрген кезде маталар алып бастадым, осы тігіп, сол жақта тігіншілерім бар, үйретіп, сөйтіп алғашқы кимешектерді шығардық, Дубайға барып келіп, мата алып келіп, бәленбай мата алып келіп, Астанада тіктік. Қазақстанның бірінші қаласында, Стамбулда кимешек кештерін жасадық, әйелдердің басын қостық, аналардың басын қостық. Көптеген бір осы күнге шейін 1000-ға жуық кимешек тігіліп сатылды. 1000-ға жуық 3 жылдың ішінде, 3 жылдан асты ғой. Сонда
сол ең алғаш таразда 2017 жылы сұхбат бергенде басталды сол кимешек идеясы. Содан кейін мына диссертация тақырыбында мен осы әйелдердің мына ұлттық дәстүріміз бұл енді тек қана діни атрибутика емес, кимешек деген дәстүрге байланысты ғой. Дәстүр деген адамның бейбіт өмір сүру үшін, адамның сондай бір жақсы өмір сүру үшін құралған ережелер жиынтығы ғой дәстүр. Дәстүр жалпы кез келген уақытта, қазіргі кезде ол дәстүр өз-өзін өзектендіруді, өз-өзін өндіруді тоқтатпайды. Сосын сен дәстүрді ұстанғаннан кейін, немесе ұстанбасаң, өмір сүру құқығынан айырылып қалмайсың ғой. Дәстүр тек қана кимешекте емес, енді өзіміздің дәстүріміз өте кең, бірақ қазіргі мысалы заманауи өзің сияқты келіншектер, аналар, әйелдер неде тұрады, бір қарама-қайшылықта тұрады. Дәстүр ескі нәрсе, мен модерн заманауи әйелмін. Екеуінің бір қарама-қайшылық ортасында қалып қалады. Бірақ сен бір дәстүрді іске асырсаң, бір кимешек киіп көрсең, немесе бір тұсаукесер жасап, бір қазақтың дәстүрін іске асыру арқылы сен өмір сүру құқығынан айырылып қалмайсың ғой. Әрине. Яғни дәстүрге немқұрайлы болуға болмайды. Немқұрайлы танытуға болмайды дәстүрге. Енді тіпті оны қолдап, қолпаштап, күндіз-түні кимешекпен жүріп, дәстүрдің бәрін орындамасаң да оған немқұрайлы болма. Сондай позицияда. Және осы диссертация тақырыбымды не үшін алдым? Бізде қазір психологқа маған келетін әйелдердің легі көбісінде невроз, психоз, дін адамдар бар, діни тұлғалар бар. Намазын бала кезден намаз оқып жүрсе де психологқа мұқтаж көптеген әйелдер бар. Сонда мен бақылап қараймын, бізде дінде қазір шариғат бар, діннің өзінің заңнамалары, шариғат өзінің нормалары бар, бірақ бізде бір өзіміздің салт дәстүріміздегідей сән салтанат жоқ та. Сән салтанат. Вот не үшін мен қызығам кимешекке? Кимешекте өзі Жамбыл Артықбаев деген профессор тарихшы ағайымыз бар, этнограф. Сол кісі айтады ғой, қазақтың киімі дейді, қазақ өзі дейді, әдемі киінген жақсы көрген, жарық түстерді киген жақсы көрген дейді, жарқын болып жүрген дейді. Және жаңағыдай белгілі бір кезеңге дейін, Кенесары дәуіріне дейін бізде рыцарлық кезең болған дейді. Рыцар деген рыцарды өзіңіз түсініп тұрсыз ғой, о кезде қазақ дейді әдемі, сәнді, кестелі, күміспен, белбеулер, қандай күміс белбеулермен, сәукелемен, тақиямен, әшекейлерімен, енді біз көшпенді халықпыз, үйімізге іліп қоя алмаймыз, киіз үйге іліп қоя алмайды, картинкалар біз бәрін өзімізде ұстап жүрдік қой. Бүкіл өнердің бәрі үстімізде ғой. Сөйтіп жүрген кезде сондай рыцарлық кезең болды дейді қазақта. Сондай бір сән салтанатпен, бақуатты бір қазақтың көңілі күшті. Қалай біз отарландық, соны өзінің бір жазбасы бар екен, Потанин зерттеген бұны, бір өзінің несінде мақаласын айтады. Қазақтың дейді күнкөрісі қатты нашарлап кетіпті дейді. Олар сұр қара киімге ауысып кеткен дейді. Неден кейін Тоқырау бойында деген мақаласында мынау біз қалай неге кіреміз Ресейге, қалай біз бодан ел боламыз тәуелсіздіктен айырылып, солай қазақтың киімі ауысып кеткен ғой. Тобырлық, плебейлік қара киімге ауысып кеткен. Несе өткен қазақ малынан айырылды. Қазақта кәсіп жоқ, қазақ жан-жаққа шашырап кәсіп іздеп кетті. Шығып кетті ғой қазақтың. Киім ауысып кеткен ғой, сән салтанат кетіп қалғанда, түсінесіз, мән жоқ. Коко Шанельдің өзі айтады ғой, сән мән тудыру керек дейді. Сонда қазақ мәнмен киінді ғой, сән салтанатымен киінді. И сол нәрсе жоғалғаннан кейін ол адам психологиясына әсер етеді ғой, тұтас ұлттың психологиясына әсер. Сол маған қызық болды да, қалай киім адам психологиясына әсер етеді деп, соны зерттеп ішіне кіріп кеттім ғой, докторлық диссертация. Ондай тақырыпқа диссертация жазған адам жоқ киім-кешек тақырыбына. Осы әйелдің психологиялық, тек қана бұл наным, дәстүр, дін емес, әлеуметтік жағдайына, социалдық жағдайына, психологиясына, экзистенциясына, тіршілігіне кимешек киім қалай әсер етеді деген нәрсені зерттеп жатырмын мен. Зерттеп болып та қалдық та. Ол өте үлкен әсері бар. Сән салтанат дейді ғой енді бұның. Әрбір ненің оюдың, әрбір кестенің мән мағынасы бар. Қазақта ұлы ана модулі деген бар. Құрсақтағы ананың бейнесіндегі ою. Бұл тақырыпқа кірсек енді Әсел бұл арнайы бөлек бір подкаст түсіретін тақырып бұл енді. Кимешек, Алла қаласа, болашақта болады. Кимешек тақырыбы. Құрметті Сертинформ YouTube арнасының көрермендері, бүгін мыңдаған қазақтың қыздардың жүрегінде, көңілінде, көкейінде жүрген сұрақтардың жауабын біз бере алдық деп ойлаймыз. Бұл жерден подкасттың басында біз келіскенбіз, еш нәрсені қиып тастамаймыз, қалай бар, солай шындықты шыңғыртып тұрып айтамыз деп айтылды. Бұл сөзге сарапшы болатын өздеріңіз.
Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек сау болыңыздар дейміз. Алаш серттен таймасын.